Түймекент орта мектебі 1967 жылы 620 орынға пайдалануға берілген. 2021-2022 оқу жылы Түймекент орта мектебінде бүгінгі таңда 1205 оқушы 60 сынып топтамасында білім алып тәрбиеленуде. 1-4 сыныптарда 542 оқушы, 5-9 сыныптарда 554 оқушы білім алса, 10-11 сыныптарда 109 оқушы білім алуда. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, өмір жолын бала тәрбиесі мен біліміне арнаған Түймекент орта мектебінің ұстаздар қауымының саны 156. Оның ішінде шебер ұстаз 1, зерттеуші ұстаз 16, сарапшы ұстаз 33, модератор ұстаз 38. Сонымен қатар, бірінші санатта 5 мұғалім, екінші санатта 23 мұғалім, жас мамандар саны 7. Осындай жоғары дәрежеде құралған ұстаздар қауымы бүгінгі таңда келешек ұрпақтың сапалы білім мен саналы тәрбие алуына өлшеусіз еңбек етуде. Бірлік бар жерде тірлік бар деген. Биылғы оқу жылының басталуының өзі басқа жылға қарағанда ерекше болды десек, артық айтпағанымыз болар. Мектептің материалдық базасы демеушілердің көмегімен толығып, мектеп басшысы Индира Абылханқызының бастауымен біршама игі істер ойдағыдай атқарылды. Атқарылған игі істерге тоқтала кетсек, Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл атты жазу Гүлдер аллеясының жанына үлкен форматта орнатылды. Мектеп асханасына балалар тамақ ішетін 10 дана стол орындармен алынып, асханаға жылы су орнатылды. Мектебіміздің 2-3 қабаттарында түлектер тақтасы, ұлағатты ұстаздар тақтасы және жетістіктер тақтасы мектеп дәлізлеріне орнатылды. Байзақ ауданының құрметті азаматы, ардақты ұстаз Мамырбаев Серік Мамайұлының атынан отбасының демеушілігімен болады. Қазан айының 6 күні Тараз мемлекеттік университеттің студенттерімен бірлескен аудандық дебат өткізілді. Аталған дебатқа ауданымыздан 13 мектептен 24 команда қатысып, Намазбай Ақшабаев атындағы орта мектептің командасы бірінші орынды иеленсе, Түймекент орта мектебінің командасы екінші, үшінші орынды иеленіп, мектебіміздің мәртебесін тағы да биікке бір көтеріп, барша мұғалімдер қауымын қуантты. Қазан айының алғашқы аптасы ұстаздар күні.
Ұлағатты ұстаздардың айтулы төл мерекесінде мектебіміздің біршама ұлағатты ұстаздары облыс, аудан әкімдерінің дипломдарымен және алғыс хаттарымен марапатталса, мектеп мұғалімдерін ұстаздар күнімен құттықтап, бірнеше мұғалімдердің еңбегін мектеп директоры да назардан тыс қалдырмады. Еңбегі елеулі ұстаз. Мектепке аттаған алғашқы қадамымен талай шәкірттерді құшақ жая қарсы алып, алғашқы әріпті үйретіп, білім нәрімен сусындатқан бастауыш сынып мұғалімі Жұманалиева Рабиға Қалыбай қызының өлшеусіз еңбегі аудандық білім бөлімінде де ескерусіз қалмады. Жұманалиева Рабиға Қалыбай қызы Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің басшысы Мамырбаев Нұрболат Серікұлының құрмет грамотасымен марапатталса, осы ұстазбен қатар орыс тілі пәнінің мұғалімі Аетова Гүлөз Рахымберді қызы Байзақ ауданының әкімі Қазанбасов Бақыт Алпысбайұлының құрмет грамотасымен марапатталды. Сонымен қатар дене шынықтыру пәнінің мұғалімі аға жаттықтырушы Молдабек Серік Бегілдәұлы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының алғыс хатымен, Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Шешен кісі сөз бастар, адал кісі ел бастар деп Жамбыл Жабаев атамыз жырлағандай, бүгінгі таңда Түймекент орта мектебін басқарып отырған Индира Абылхан қызының басшылығымен қыркүйек қазан айларында әдеп кеңесі, қамқоршылық кеңесі өткізіліп, отырыс барысында біршама шешуін таппай жүрген мәселелер ортаға салынды. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деген Төле би бабамыздың осы бір қайталанбас айтылған өсиетті сөзін берік ұстанған Түймекент орта мектебі ұжымының бірлігі қаймағы кетпеген қалпында сақтала берсін демекпіз. Бала бойына патриоттық сезімді ұялату мақсатында Түймекент орта мектебінде аптаның алғашқы күні дүйсенбіде бірінші-екінші ауысымда бірінші сабақты Қазақстан Республикасының гимнін орындаудан бастау дәстүрге айналды. Мектебімізде өзін-өзі басқару ұйымын құру мақсатында орта және жоғары сынып оқушылары арасында мектеп президентінің сайлауы өткізілді. Мектеп президенті сайлауына оқушылар белсене қатысып, нәтижесінде 423 дауыс жинап, мектептің президенті болып 9-шы А сынып оқушысы Ескендір Шерхан сайланды. Сынып жетекшісі Керімқұлова Ұлбике. Жыл сайынғы дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын республикалық үздік педагог байқауында Байзақ ауданының қатарынан 3 жыл үздік педагог шықты. Атап айтсақ, Сүгірбекова Үміт Ізбасарқызы, Саргемер ауылы Қазақстанның 40 жылдық атындағы орта мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, 2018 жылдың үздік педагогі. Күдериева Бақыт Жақсылыққызы, Ғани Мұратбаев атындағы гимназия мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, 2019 жылдың үздік педагогі. Қазақстан Республикасының үздік педагогі 2020 байқауында республика бойынша ең жас жеңімпаз болып, Ғани Мұратбаев атындағы гимназия мектебінің химия пәнінің мұғалімі Рахметқұлқызы Мөлдір танылды. Аталған үздік педагогтармен мектебімізде жылы жүздесу ұйымдастырылды. Кездесу барысында ұстаздармен тәжірибе алмасып, көптеген сұрақтардың жауабына мектеп ұстаздары қанық болды. Сөзі маржан, ойы теңіз тақырыбында мектебіміздің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімдері ауданымыздың ақындарымен кездесу ұйымдастырды. Кездесуге Ақжар ауылы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі айтыскер ақын Ертай Тазабеков пен Абай атындағы орта мектептің директоры ақын Жанатбек Тұрғынбаев шақырылды. Ақындардың сөздеріне тәнті болған оқушылар ойларындағы сұрақтармен бөлісіп, ақындардың өлеңдерін жатқа айтып, ақындардың жүрегіне жылы сезімді ұялата білді. Жыл сайынғы оқушыларға берілетін күзгі 10 күндік демалысты тиімді өткізу мақсатында 7-ші сынып оқушылары қоршаған табиғатты қорғауды ойлап, құстарға ұя салып, оларды мектеп алдындағы ағаштарға орналастырды. Бүгінгі еңбегің ертеңгі зейнетің. Өмірін балаға арнаған, бар қызығы ұстаздық жолда өткен, оқушылардың ыстығына қуанышпен, суына мұңая қарай білген, бүгінгі зейнет жасына толған ардақты ұстаздарымыз бастауыш сынып мұғалімі Жұманалиева Рабиға әпкей, орыс тілі мұғалімі Жылыспаева Гүлөз әпкей,
музыка пәнінің мұғалімі Әлішева Ботагөз әпкей. Зейнет жасына толған ардақты ұстаздарды мектеп ұжымы шын жүректен құттықтап, жылы тілектерін арнап, тілектердің соңы мектеп оқушыларының ән шашуымен ұласты. Мектеп директорының бағдарлы оқу жөніндегі орынбасары Қожақов Қалдыбек Нығметоллаұлының жоспарына сәйкес 9-11 сынып оқушыларына мамандығым болашағым тақырыбында кәсіби бағыт-бағдар беру мақсатында мектеп түлегі және болашақ бағдарламасының түлегі Дидарбеков Уәлихан Шәріпұлымен кездесу ұйымдастырылды. Дидарбеков Уәлихан Шәріпұлы 1988 жылы Байзақ ауданы Түймекент ауылында дүниеге келген. 2004 жылы Қазақ-Түрік есеп-экономикалық колледжіне оқуға түсіп, 2008 жылы банк ісі мамандығы бойынша білім алып шығады. 2008 жылы Алматы қаласы Сүлеймен Демирел атындағы университетке оқуға түсіп, 2009 жылы болашақ бағдарламасы арқылы Америка құрама штаттарының Пенсильвания мемлекеттік университетіне оқуға түседі. Бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласында Астана халықаралық қаржы орталығында аға менеджер болып қызмет атқарады. Дидарбеков Уәлихан ұстаздармен және оқушылармен кездесу барысында бүгінгі таңда мамандықты қалай таңдау керектігіне ерекше тоқталып кетті. Оқушыларға қызықты әрі түсінікті болу үшін Уәлихан Шәріпұлының жетістікке жету жолындағы еңбектері туралы слайдтар мен бейнероликтер көрсетілді. Уәлихан Шәріпұлы өзінің мектептегі оқып жүрген кезі мен студенттік шақтарынан, сонымен қатар болашақ бағдарламасы бойынша қалай оқуға түскендігі туралы оқушыларға сыр шертті. Алғашқы ұстазы Төлегенова Бақыт әпкейді, бірге оқыған сыныптасы Бәйтенов Дәуренді кездесуге мектеп ұжымы құрметпен шақыртты. Кездесу барысында 10 жылдан аса уақыт көрмеген алғашқы ұстазымен және сыныптасымен кездесу сәті тосыннан болғандықтан Уәлихан Шәріпұлының ерекше сезімінде қалғаны жанарынан байқалды. Кездесу соңында мектеп директоры Индира Әбілханқызы уақыт бөліп келген мектебіміздің түлегі Уәлихан Шәріпұлына үлкен алғысын білдірді. Іс-шара аяқталған соң мектеп әкімшілігі Уәлихан Шәріпұлын оқу бөлмелерімен және мектептің материалдық базасымен таныстырды. Ер есімі ел есінде. 2011 жылы Тараз қаласында қарашаның 12-сі күні жалпы елімізді дүр сілкіндірген қайғылы жағдайды ешкімде ешқашанда ұмытпайтыны баршамызға аян. Жанын халқының тыныштығы үшін құрбан қылған жерлесіміз әрі мектебіміздің түлегі Ғазиз Байтасовтың ерлігіне биыл 10 жыл толды. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы Ғазиз Байтасовты еске алуға арналған ауылымызда аудан көлемінде үлкен іс-шара ұйымдастырылды. Ауданнан, облыстан келген қонақтар алдымен Ғазиздің оқыған Түймекент орта мектебіне тоқтады. Қонақтарды мектеп оқушыларынан құралған жас жол инспекторлары мектеп алдында қарсы алды. Мектеп дәлізінің алдында келген қонақтарды оқушылар Ғазиз Байтасовқа арналған өлең жолдарымен тәнті етті. Халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың оқыған және батырдың есімі берілген оқу бөлмесіне қонақтар кіріп, Ғазиздің мектеп кезіндегі өмірімен қысқаша танысып шықты. Түймекент орта мектебінен шыққан қонақтар ауылдық мәдениет үйінің алдына жиналды. Түймекент ауылдық мәдениет үйінің алдынан батырдың ескерткіші салтанатты түрде ашылды. Қонақтар Түймекент ауылдық мәдениет үйіне шақырылып, Түймекент орта мектебі және Ғазиз Байтасов атындағы Тірек мектебі оқушыларының қатысуымен, сонымен қатар Байзақ ауданы Әл-Фараби атындағы мәдениет үйінің өнерпаздарымен бірлескен концерттік бағдарламаны тамашалады.